Енді ұстаздық жолына келген себебім, жалпы негізі мен мектепте оқып жүргеннен ақ осындай тіл әдебиет сабақтарына өте қатты жақсы белсенді болдым, жақсы оқыдым. Сосын кейін осындай талабымды байқағаннан кейін бізде енді қазақ тілі мен әдебиеті сабағын мектебіміздің ардагер ұстазы Алтынгүл Мектепбайқызы берді. Ол кісі сол бір тіл сабағына деген менің қызығушылықтарымды, тіл тазалығын байқағаннан кейін болашақта тіл мен әдебиет саласына бару керексің, сенің қолыңнан келеді. Болашақта сендер секілді мамандар қазақ тілі мен әдебиеттен мұғалім болу керек деген секілді үстеп, жол нұсқап, осы бір мамандыққа келуіме бірден бір себепші болған жандардың бірі. Осы үшін ұстазымызға ерекше алғысымды білдіремін. Бұл күнде осы мамандығымды жақсы көремін, құрметтеймін. Әрбір қазақ баласы таза, дұрыс, сөйлегенді дұрыс көремін. Мен үшін әрбір бала, әрбір адам баласы тіл тазалығын жақсы сақтау керек. Енді жұмыстан бос тыс уақытта, сол уақытта негізі отбасыма арнаймын. Кейде оларға дәмді шай тамақтарын дайындап бергенді жақсы көремін. Кейде отбасымызбен қандай да бір серуенге барамыз, қыдырамыз, демаламыз, киноға баруымыз мүмкін. Негізі жұмыстан тыс уақыттың барлығын көбінесе отбасымызға арнаймыз. Енді әйел адам болғаннан кейін де, одан бөлек жалпы енді отбасы мен үшін ең маңызды. Төрт көзіміз түгел болып, осылай бір отбасымызбен бос уақыттарымызда демалып, қыдырғанды, бір-бірімізге көңіл бөлгенді, бір-бірімізге жақсы атмосфера сыйлағанды жақсы көреміз. Одан бөлек уақытта да сондай бір жақсы тәтті шай тамақтарды жасағанды жақсы көремін бос уақытымда. Ара-тұра кейде енді кітап оқитынымыз бар. Бос уақыттарым көбінесе осылай өтеді. Мен енді жастарға айтар ақыл кеңесім, өзіміздің артымыздан ілесіп келе жатқан жастарға мен айтар едім, қазіргі уақытта мүмкіншілік өте көп. Негізі тек қана мұғалімдік саланы ғана емес, басқа саланы таңдаған кезінде де әрбір жас өскелең ұрпақ еті тірі, ширақ, епті, қолынан көптеген дүниелер келетін, өз пікірін емін-еркін білдіре алатын, өз ойын ашық айта алатын, қоғамда қандай да бір өзінің орны бар болатындай, сөзінің салмағы болатындай, іс-әрекетіне сондай бір жауапкершілікпен қарайтындай, ендігі ұрпақ, ендігі жастар сондай болғанын қалайтын едім. Негізі қай саланы таңдасаңыз да, мейлі мұғалімдік жолды таңдасаңыз да, мейлі бухгалтер болыңыз, есепші болыңыз, басқа мамандықта болыңыз, ең бастысы сіз сол мамандықты сүйіп жақсы көру керексіз.